Сәлем ойыншы. Саған бір ауыл үстел ойынының ережесін түсіндіріп берейін. Бұл ойында оқиғаның бәрі көне заманғы ауылда өтеді. Ол жерде сен ақыл жігерің мен қабілеттеріңді сынап, өзіңді жаңа қырынан аша бастайсың. Ойыншылар ауыл тұрғындары. Бірақ олардың арасында жасырын сатқындар бар. Мақсат сатқындарды тауып, ауылды құтқару. Ал сатқындардың мақсаты ауылды іштен құлату. Әр ойыншыға жасырын түрде кездейсоқ бір картадан таратылады. Яғни кімге қандай рөл берілгені туралы ойыншылар білмеуі тиіс. Енді әр рөлге қысқаша тоқталайық. Қара халық күндіз кеңес құрып, күдіктіні дауыс беру арқылы анықтайды. Батыр түнде бір адамды тексере алады. Сатқынды тапса, келесі түні оны өлтіре алады. Бақсы бір адамды қорғайды. Баян сұлу үшінші түні оянып, сүйіктісін таңдайды. Егер сүйіктісі өлсе, оның орнына өзі құрбан болады. Алдар көсе ойыншыларды шатастырып, кім екенін жасырады. Жезтырнақ әр үшінші түні бір адамды өлтіреді. Албасты үшінші түнде қосылып, кейін әр екі айналым сайын бір ойыншыны қорқытып, бір күнге мылқау қылады. Сатқындар түнде оянып, ауыл ішінен өз құрбанын таңдайды. Ойын түн мен күн кезеңдерінен тұрады. Оны ойынның жүргізушісі, яғни жырау жариялап отырады. Түнде арнайы рөлдер оянып, өз әрекеттерін жасайды. Ал күн шыққанда барлық ауыл жиналып, кім күдікті екенін талқылайды. Көп дауыс жинаған адам ауылдан қуылады, яғни ойыннан шығады. Егер барлық сатқындар табылса, ауыл жеңеді. Ал егер қара халық азайып қалса, сатқындар жеңеді. Ойын басталған кезде ортаға қойылатын датым бар карталар да бар. Олар ойын барысын өзгертіп тұруға арналған. Жұп санды түн аяқталса, таң атқан кезде бірінші болып, датым бар деп айтқан ойыншы картаға қол жеткізеді. Сол карталардан біреуін алып дауыстап оқиды. Олардың ішінде мысалы қадір түні, ешкім өлмейді. Бей сайланда біреудің дауысы екі еселенеді. Немесе арадағы өсек біреу сөйлей алмайды деген секілді картадағы жағдайға бағыну қажет болады. Міне ереже осы. Достарыңды жина да, бір ауылдың ішінде кім сатқын екенін анықта.